көрмей таңдау кезеңіндегі қысқаша влогымды қарсы алыңдар. Бұл бала 12-ге дейін киноға түскен. Привет десін. Сәлем десін. Маған барлығы жиналып алып, жетегін отыр. Қайсы? Привет. Қасқан жоқ. Все, осылай, короче. Сен қайдасың? Диктор фото болады. Ей, қара. Нен? Қашпарды анау. Я мен блогермін, если чего. Мен бәлеріне видеоға түсірмеймін, потом үйге барғаннан кейін көрсетемін. Мына екеуі егіз бала қатысқан деп айтамын ғой. Әнші композиторлармен жұмыс істеп көрдің бе? Қандай сахнада өнер көрсеткеніңмен мақтана аласың? Sonra Чего? Мықты тұрдыңыз? Қалай кірмесі ол бияқты шыққан? Сәлем достарым, мынау Глен, мынау Кобяков, продюсер. Блог это жоқ болды, а? А сегодня А4. Короче, кеттік па лифтқа? Қауақ қылмай қызым. Қайқа барамыз? Очередім қашан келеді екен? Мен просто точно, но дискотека, но конкурс емес, дискотека. Құрметті аналар, Апалар, қыздар, аяулы, асылжандар, сіздерді 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! Давай, баста. Stop phone pull up. She look bad in the Maybach truck. Bubble butt, cocktail if you know. LSD tastic stuff on the tub. 25 hoodie on.
Қазақстан дауысы балалар тек алға! Айтпақшы, апай, мен Не называй меня апай. Тәте, Тати кешеше. на базаре. Жеше, Деше в Шымкенте. әже. Болашақ немерелердің әжесі деп айтайын деген ғой, братан. Ханым! Вот ханым деп айтыңыз. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. Барлығыңызға сәлем! 25 наурыз күні сағат 20:30-да Қазақстан ұлттық телеарнасында Қазақстан дауысы балалар жобасын көріңіздер.